Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі сырға салуға арналған сәукеле қобдишасын жасайтын боламыз. Қыз ұзатып атқан кезде осындай кішігірім қобдишаны жасайтын боламыз. Ал кеттік біз. Алдымен кардон аламыз және өзіміздің қолданып жатқан кесемізді алып линейкамен өлшейтін боламыз. 16 сантиметр аламыз. Міндетті түрде өлшеп алыңыздар, сонда сіздердің қобдишаларыңыз дәлме-дәл шығатын болады. Осыны кішкене өлшеп алдық, енді осы кесемізді қаламен сызып аламыз және осыны қайшымен айландырып қырқамыз. Айландырып қырқып алдық, енді біз осыны шетін қоршайтын ұзын 5 сантиметр қылып, ұзын қылып кардонмен қырқып аламыз. Қараңыздар, 5 сантиметр қылып өлшеп аламыз қаламмен. Және оның міндетті түрде линейкамен сызып шығамыз, сонда өзімізге оңай болады. Көз мөлшермен сызбаңыздар, өйткені ол көз мөлшер жаңағы айнып кетуі мүмкін, сондықтан осы линейканы қолданыңыздар. Енді осыны қолыңызбен кішкене жұмсартып, қайыратындай жағдай қылып, бір-біріне жабыстырып, ыстық клеймен айландырып жабыстырып шығамыз. Кейбіреулер осы кардон емес, негізгі кәдімгі неше түрлі пластмасс ыдыстар бар, кәдімгі қаймақтың ыдыстары, майонездің ыдыстары бар, соны да қолданып жатады. Оны да қолдансаңыздар болады. Енді осының сыртына мына поролонды жабыстыратын боламыз. Бұны да 5 сантиметр қылып алдық, кішкене 4,5 сантиметрдей қылып алдық. Енді осының үстіне қоятын кәдімгі біздің сәукелеміздің үсті бар ғой, кәдімгі сәукеле жаңа ұзатқан кезде тақия киеді, соның үсті сияқты қылып жасайтын боламыз. Сонда біздің шкатулкамыз үстіп бір-біріне келетін болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Ұнап жатса, әрине осыған қарап істеп жатыңыздар. Үйде қыз ұзату және өздеріңіздің туыстарыңызда, ағайындыларыңызда қыздар ұзатылса, осыны істесеңіздер болады. Мінекей үстіп бір-біріне кигізілетін болады. Біздің қобдишамыз әдемі сұлу болу үшін жаңағы поролонымыздың шет-шетіне кішкене жүргізіп, поролонды кішкене қылып кесіп алдым. Сонда дөңгелек әдемі болып шығады. Оны екі шетіне кілелеп шығамыз. Біріншісін кілеледік, енді асты жағын кілелейміз. Қарап отырыңыздар, сонда сұлу шығады біздің неміз, қобдишамыз. Енді осының сыртын қаптайтын боламыз. Кәдімгі королевский екі жағынан ұзын қылып созылатын резина королевский матамызды қолданатын боламыз. Кішкене өлшеп алдық. Енді кестік, осыны тағы да бір өлшемге мінекей үстіп өлшеп алдық. Енді осыны бір-біріне жабыстырып машинамен тігіп шықтық. Енді осыны кәдімгідей шет-шетіне кигізетін боламыз қобдишамыздың. Бізге өзімізге оңай болу үшін ине жіппен қолданатын боламыз. Осыны айландырып, ине жіппен майдалап, қолымызбен тігіп шығамыз да, жиырамыз. Қараңыздар, қандай сұлу болады. Кейбіреулер артына кішкене жиырып, ыстық клеймен жабыстыра салады. Мен негізі осыны ұнатам, негізі жиырған өте сұлу көрінеді. Енді ішкі жағын біз қатты жиырмаймыз, өйткені біз ішкі жағына ыстық клейді жабыстыратын боламыз. Жиырып қойдық, енді ішкі жағын ыстық клеймен жабыстырамыз. Мінекей дайын болды. Біздің астындағы қобдишамыз дайын болды. Енді біз үстін дайындайтын боламыз, қақпағын. Ол қақпағында кішкене матаман қаптап шығамыз.
Енді сыртын қаптаймыз. Сонда анау жаңағы қаптаған жеріміздің ортасы білінбей кішкене ұштарын машинамен тігіп шықтық. Енді осы қолмен бір шетін тартып, қараңыздар, тартып жиырамыз. Сонда біздің қақпағымыздың беті сұлу көрінетін болады. Мінекей клейлеп дайындап қойдық. Қақпағымыз дайын болды. Енді оның үстіндегі кішкене сәукеленің бас жағын, үкі тұратын жағын істейтін боламыз. Бір-біріне жабыстырдық. Бұны өлшеп алдық. Өздеріңіз білесіздер, кішкене қылам десеңіздер де, ұзын қылам десеңіздер де, өте қаты биік істеудің де қажеті жоқ. Бұны енді 30 линейканың бойымен алдық, 25-30 сантиметр қылып. Өздеріңіз білесіздер, шкатулканың үлкен кішкентайына қарап, шамалап ала бересіздер. Енді екі шетін кесіп, жаңағы дөңгелек картонға жабыстыратын боламыз. Мінекей жабыстырдық. Сонда біздің сәукелеміздің бас жағы да дайын болайын деді. Енді осының үстін қаптайтын боламыз. Шет-шетін бірінші алдымен поролон жабыстырмай тұрып, біз бірінші осы жаңағы сәукелеміздің сыртын жабыстырамыз. Қобдишамыздың ортасын жабыстыру үшін картонмен жаңағы өзіміздің матамызды үстіп айландырып жабыстырып шығамыз. Сонда сәукелеміздің ортасы қапталатын болады. Енді шет-шетіне клейді құйып қобдишамызға жабыстырамыз. Қараңыздар, қобдишамыз дайын болды. Енді мұнаның үстін, жаңағы сәукеленің үстін екі матаны аламыз. Біріншісі негізі астына жібереміз. Сонда біздің сәукелеміз бұдыр-бұдыр болмайды. Бір тегіс болып әдемі болып шығады. Осы бірінші қалың матаны, диван жабатын, қаптайтын қалың маталар, осыны қолданатын боламыз. Осыны қаптап шығамыз. Мұқият аяғына дейін көріп шығыңыздар. Өздеріңізге керек болады деген адамдар болса, өте оңай осы видеоны алып көрсеңіздер, өздеріңізге оңай болады. Енді поролонды қаптап шығамыз. Сыртындағы королевский вюллерді қаптап шықтық. Енді поролонды бір қатар емес, екі қатар қып жабыстырып қойдым. Өйткені біздің жаңағы сәукелеміз дөңгелек әдемі болып шығу керек. Мінекей қаптап қойдық бұны да. Енді қолымызбен ішіне кішкене кіргізіп, ұқыптап, орталарын клейлеп шығамыз. Енді жаңа қап бетіне қоятынды астына жіберіп жібереміз. Байқап отырыңыздар. Мінекей. Қобдишамыздың астын жиырған үстін білдірпес үшін жаңағы кішкене материалды алып қаптап қойдық. Енді біздің мынау сәукеле қобдишамыз дайын болды. Енді сыртын әрелейтін боламыз. Тесма матасын, сары матасын алып, дайын тесмамыз бар. Соны қошап шықтық. Мінекей әдемі болды. Өйткені ақ королевский вюллерге сары түсті жаңағы тесма, оюлар әдемі көрінетін болады. Негізі осы ақ вюллерге де ақ оюлар да болады негізі. Бұлай қарап отырсаңыз, сары түсті анық көрінетін болады. Сондықтан мен сары түстісін алдым. Ұзын бір оюды үшке бөлдік. Екі шетіндегі майда оюларын бас жағына қойдық. Мінекей қараңыздар. Енді ортасындағы жалпағын біз қобдишаның астына жабыстыратын боламыз. Байқап отырыңыздар. Тігісін атқа қаратып, алдына оюды жабыстырдық.
өте әдемі болады. Ақ түстіге осы сары түсті оюлар өте әдемі көрінеді. Енді одан да әдемі болу үшін ақ тесмамызды айландырып шықтық. Сіздерге ұзағырақ көрсетудің қажет жоқ. Сіздерге оңай болу үшін тезірек көрсетіп жатқан жайым бар. Сәукелеміздің асты жағына бір тегіс жаңағы ақ тесмамызды жабыстырып шығамыз. Сонда біздің сәукеле қобдишамыз әдемі болып шығады. Осы видеомды басынан аяғына дейін көріңіздер. Өте күшті болып шықты деп ойлаймын. Баға беріп кетсіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ұнайды деп ойлаймын сіздерге.